Сауда жолдары мен стратегиялық мақсат мүдделер тоғысқан тұста, Қазақстан мен Түркия экономикалық дамудың жаңа кеңістігін қалыптастырып келеді. Екі ел арасындағы серіктестік, инвестиция, логистика, өнеркәсіп пен заманауи технологияларды біріктіріп, ауқымды инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыруға жол ашуда. Нақты шешіммен бекітілген саяси диалог екі жақты ынтымақтастықты күшейтіп, Түркияның Қазақстанның басты инвестициялық серіктестерінің бірі ретіндегі рөлін нығайта түсуде. Қазақстан мен Түркия арасындағы бірлескен жобалар тау-кен өндірісі, қайта өңдеу, фармацевтика, логистика мен агроөнеркәсіп салаларын қамти отырып, елдің өнеркәсіптік және инфрақұрылымдық дамуына тың серпін беріп келеді. Өңдеу өнеркәсібін дамыту Қазақстан мен Түркия арасындағы инвестициялық ынтымақтастықтың негізгі бағыттарының бірі. Мир Йылдыз компаниясы Абай облысында тау-кен байыту комбинатын салу жобасын іске асыруда. Жобаның бірінші кезеңінің құны 270 миллион ақш долларын, ал кәсіпорынның өндірістік қуаттылығы жылына 2,9 тонна алтынды құрайды. Жоба 1800 жұмыс орнын құруды қамтамасыз етеді. Кешенді іске қосу 2027 жылдың соңына жоспарланған, және бұл аймақтың өнеркәсіптік әрі инфрақұрылымдық дамуына маңызды серпін бермек. Өнеркәсіпке салынған инвестициялар Қазақстан өңірлерін дамыту үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Искафе холдинг компаниясы Алматы қаласында құны 60 миллион ақш долларын құрайтын желатин өндіретін зауыт құрылысы жобасын іске асыруда. Кәсіпорынның өндірістік қуаттылығы жылына 7000 тонна өнімді құрайды, және 105 жұмыс орны ашылады деп күтілуде. Жобаны іске қосу 2027 жылға жоспарланған. Бұл өндірістің іске асырылуы импортқа тәуелділікті азайтуға және Қазақстанның өңдеу саласындағы экспорттық әлеуетін арттыруға мүмкіндік береді. Қазақстан мен Түркияның бірлескен жобалары жоғары технологиялық өндірістің жаңа бағыттарын дамытуға ықпал етеді. Орзакс Груп компаниясы Түркістан облысында құны 55 миллион ақш долларын құрайтын биологиялық белсенді қоспаларды өндіру жобасын іске асыруда. Кәсіпорынның өндірістік қуаттылығы жылына 464 миллион бірлік өнімді құрайды, және 500 жұмыс орны ашылады. Жобаны іске қосу 2027 жылдың соңына жоспарланған, және Қазақстанға Орталық Азиядағы биологиялық белсенді қоспалардың жалғыз экспорттаушысы болуға мүмкіндік береді. Заманауи логистикалық инфрақұрылымды дамыту халықаралық бағыттардағы Қазақстанның транзиттік әлеуетін нығайтады. S-System Logistic компаниясы Қазпошта акционерлік қоғаммен бірлесіп, Ақтөбе қаласының халықаралық әуежайы аумағында логистикалық орталық салу жобасын іске асыруда. Жобаның құны 25 миллион ақш долларын құрайды. Кешеннің жалпы алаңы 15 мың шаршы метрге жетеді, және 200 жұмыс орны ашылады. Орталықты іске қосу 2026 жылдың соңына жоспарланған, және бұл елдің логистикалық әлеуетін нығайтудағы маңызды қадам болмақ. Ауыл шаруашылығы өнімдерін терең өңдеуді дамыту Қазақстанның азық-түлік және экспорттық тұрақтылығын нығайтудың маңызды бөлігіне айналуда. Терияки холдинг компаниясы Астана қаласында құны 320 миллион ақш долларын құрайтын бидай мен бұршақты терең өңдейтін зауыт құрылысы жобасын іске асыруда. Кәсіпорынның өндірістік қуаттылығы жылына 250 мың тонна бидай мен 80 мың тонна бұршақты өңдеуді құрайды. Сондай-ақ 500 жұмыс орны ашылады. Жобаны іске қосу 2027 жылға жоспарланған. Бұл өндірістің іске асырылуы импортқа тәуелділікті төмендетуге және Қазақстанның агроөнеркәсіптік секторының экспорттық әлеуетін арттыруға мүмкіндік береді. Қазақстан мен Түркия сенімге, өзара құрмет пен ортақ мүдделерге негізделген көп жылдық ынтымақтастығын нығайтып келеді. Бірыңғай ынтымақтастық кеңістігін қалыптастыра отырып, екі ел ресурстарын, тәжірибе мен экономикалық әлеуетін біріктіріп, серіктестікті өсім мен тұрақты дамудың драйверіне айналдыруда. Әр бірлескен жоба тың бастама мен ынтымақтастықтың жаңа бағыты Қазақстан мен Түркия мақсат тұтқан тұрақты
әрі жарқын болашаққа жасалған нық қадам, зор үлес.